Бүгінгі тақырып 5 сынып математикасының 2 бөліміндегі бірлесіп орындалатын жұмыстарға есептер. Мен сіздерге қазір 698 есепті түсіндіріп көрейін. Бұл жерде бізге есептің шартында хауызға бірінші және екінші құбырдан су ақса, хауыз 6 сағатта толады деп берген. Ал тек қана бірінші құбырдан ақса, онда хауызды 10 сағатта толтырады дейді. Бізге сұрақ, егер хауызды екінші құбырдан аққан сумен толтыратын болса, ол кезде неше сағат уақыт кетеді деп сұрап тұр. Демек, бұл жерде бұл жаңағы бірлесіп орындалатын жұмысқа берілген есеп. Бұл жерде бірінші, екінші құбыр бірігіп 6 сағат деп тұр. Енді біз қараймыз. Егер бірінші құбыр жалғыз өзі аққан кезде құбырды 10 сағатта толтырса, онда 1 сағатта құбырдың 10-нан 1 бөлігі толады. Ал екінші құбыр бізде 2 сағат толтырады деп алсақ, онда 1 сағатта құбырдың X-тен 1 бөлігі толады. Енді бірінші, екінші құбыр қатар аққан кезде 6 сағатта толтырады деп тұр. Ондай болатын болса, есептің шарты бойынша 2 құбыр қатар ақса, құбыр 6 сағатта толады деп тұр. Онда екеуі қатар аққанда құбырдың 1 сағатта 6-дан 1 бөлігі толады. Енді біз екінші құбырдың неше сағатта толтыратынын білу үшін, екінші құбыр 1 сағатта қандай бөлігін толтыратынын білуіміз керек. Демек, бұл жерде екеуі 6-дан 1-ін толтырса, бірігіп, бірінші құбыр жалғыз өзі 10-нан 1-ін толтырса, онда екінші құбырдың 1 сағатта қанша толтыратынын білу үшін 6-дан 1-ден 10-нан 1-ді азайтамыз. 6 мен 30-дың ең кіші ортақ еселігі 30. Толықтаушы көбейткішті қалай есептеуді білесіздер. 30-ды 6-ға бөлеміз 5, 30-ды 10-ға бөлеміз 3. Толықтаушы көбейткіштері 5-тен 3-ті азайтамыз. Сонда 30-дан 2. Жай бөлшектің алымында бөлімінде 2-ге қысқартсақ, 15, алымында 1 болады. 15-тен 1. Демек, бұл жерде бізге қандай жауап шықты? Екінші құбыр жалғыз өзі 1 сағатта құбырдың 15-тен 1 бөлігін толтырады екен. Демек, енді есептің екінші құбыр X сағатта толтырады деп жорамалдағанбыз, онда 1 сағатта X-тен 1 бөлігі толып тұр. Демек, X-тен 1-іміз тең болады екен 15-тен 1. Екі бөлшек тең болып тұр. Бұл жерден көруге болады, бізде X тең 15. Есептің жауабы екінші құбыр хауызды 15 сағатта толтырады.